Я осы дұрыс. Ой. Не болып қалды? Біреу келген сияқты. Так, кім болды екен? Сәлеметсіз бе? Ой, сәлеметсіз бе? Неге шиқылдап кетті екен? Сондай ғой, біреу келген кезде солай дауыс береді. Түсінікті. Мына сіздің заказыңыз. Не, мына қол қойып жібересіз бе? Әрине. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Шиқылдап кетті ғой. Қай тапсырысым еді? Мен уже ұмытып қалдым. Я блогер болам дегендегі тапсырыстар ғой. Мына менің кольцевый лампам келіпті. Сосын осындай микрофон келіпті. Прикольно. Сосын камера да келіпті. Как раз осындай керек. Осындай да камера келді. Осындай келіпті. Осындай микрофон да керек болған. И осындай микрофон. Бұл міндетті түрде керек қой. Бәрін орнына қояйын. Бұлар осы жерде тұрсын. Мүмкін қазір видео түсіріп бастаймын. Маған рұқсат беретін шығар. Тезірек видео түсіріп көрейін. Мүмкін көп подписчик жинап кететін шығармын. Так, бірінші свет жағайын. Сосын бір нәрсе жетіспей тұр. Тұрып сөйлеген бір түрлі көрінетін шығар. Отырып сөйлейін. Бір түрлі екен. Микрофон жақын қояйын. Былай отырайын. Жоқ, былай. Мынаны кішкене былай. Все, дайын. Қызықты болу үшін мына ойыншықты ұстап отырайын. Жақсы, все, дайын. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Медина. Мен өзімнің атымды Медина деп айта берейін ба? Не деп айтсам болады атымды ерекшелендіріп? Идея келді. Меди Коша деп айтайын. Жақсы, все, бастайын. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Меди Коша. Менің жаңа арнама қош келдіңіздер. Мен ең бірінші видеомды түсіріп отырмын. Мен де сіздерден қолдау күтемін. Неге сөйлей алмай жатырмын? Жарайды, басынан бастайын. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Меди Коша. Яғни, тағы да ұмытып қалдым. Түсіргім келмей қалды ғой. Неге басқалары прям идеально сөйлейді, мен болсам жөндеп түсіре алмай қалам. Так, сосын түсірейінші видео. Қазір түсіргім келмей қалды. Сабағымды да оқуым керек, айтпақшы. Сабағымды да жасауым керек. Мүмкін құр отырмай сабағымды да түсіре салармын. Может, просмотр жинап кететін шығар. Жарайды, бәрібір. Әшейін просто сабақ оқып түсіре салсам нормально ғой, уақытым кетпейді. Так, камераны қостым. Жақсы, все, бастай берейін. Все, сабағымды жасап болдым. Енді видеоны монтаждай салайын. Наконец-то біттім ғой. Енді қанша просмотр жинайтынын ертең көремін. Пока что салынып тұра берсін. Болса ұйықтайын. Сәлем. Сәлем. Сен мені бағанадан бері күтіп тұрсың ба? Жоқ, енді келгем. Жарайды, кеттік. Қолыңдағы не? Қолымдағы камера ғой. Оны не үшін алып жүрсің? Мен айтпақшы блогер болғым келген. Блогер? Я блогер болғым келеді, сосын осылай видео түсіріп жүрмін. Түсінікті. Блогер боламын дей ма? Я, мәссаған.
Бір түрлі екен. Біздің класстан вообще бұндай шыққан емес. Бірақ қызықты. Бірақ та ол по-любому танымал болып кете алмайды. Бұның видеолары простой, онша қызық емес видеолар шығар. Сол үшін көп просмотр жинамайды да шығар. Танымал болмайды, қорықпа. Жарайды, кеттік. Сен сонда қазір видео түсіріп жүрсің ба? Мен бір күндік влог деген видео түсіріп жүрмін. Қане видео түсіп алайық кішкене бір кадрға. Жақсы. Міне достар, мен қазір мектептемін. Қазір бізде сабақ басталады. Қызықты екен, мен бұрын соңды видеоға түсіп көрмегенмін. Жарайды, танымал болып жатсаң звезда боласың ғой сенде. Звезданың подругасы болам. Сабақтың басталуына қанша минут бар? Әлі 5 минут бар. Жарайды, онда сөйлесе тұрайық. Мен камераны мына жерге қояйын. Видео түсіріп отырамын. Күшті, бірақ біздің мұғалімдер ұрсуы мүмкін. Онда сумкама сала салам ғой. Жарайды. Блогермін дей ма? Өзін блогер санап жүр ма уже? Бәрібір блогер бола алмайды ғой. Жарайды. Құрсыншы ол. Түсінбедім, неге бағанадан бері ана қыздар маған қарап тұр? Еще жаман взглядпен қарап тұр ғой. Олар сондай, может, жаңа блогер деген сөзді естіп қойған шығар. Сосын олар сені солай жамандайды. Мен де баскетболмен ойнаймын дегенде жамандаған. Не үшін? Баскетболмен ойнаған үшін жамандай ма? Что-то странно екен. Мен оларға уже үйреніп қалғаным. Олар сондай өзінше қыздарда, сол үшін байдың қыздарын жек көремін. Мен де жек көретін едім, бірақ та мен ондай емеспін. Сен бірақ ондай емес екенсің. Осы біздің сыныпта бір шумный ұлдар жоқ сияқты ғой, бізде бәрі оқымысты, жақсы қойды сабақтарын. Жақсы, бұзық балалар болмағаны қандай жақсы. Мен де сендермен оқып білімді болатын шығармын. Мен де уже білімді болып қалдым. Сабақтың басталуына 1 минут қалыпты. Жарайды, мен кітабын шығарып жасай берейін столыма отырып. Жарайды, менде. Көреміз қандай блогер болатын.